Ассалаумағалейкум, Талант каналының оқырмандары. Бүгін біз мысалы дыбыс аудио файлдар деп айтамыз ғой, дыбыс файлдар қазақша айтқанда. Соның арасында музыка қосарланған файлдар болса, соның музыкасын қалай тазарту керек дыбыстан, соны үйренетін боламыз. Ол үшін компьютеріңіз қазақ тілінде болу керек деген сияқты. Компьютерлеріңізді қазақ тілінде пайдаланыңыздар. Менің компьютерім қазақ тілінде. Ал басты жұмыс жаңағы айтқан тақырыпта боламыз. Ол үшін телефондарыңызда Adobe Audition деген программа болу керек. Мына тұрған программа міне. Көре алдыңыздар ма? Осыны ашамыз. Бұл енді көп жағдайда ақылы болады бұл программа. Енді ептеп тегін жасауға болады. Тегін программадар қондырып алуға болады. Бұл жерде бұл программа ағылшын тілінде, өкінішке орай қазақша жоқ, орысшада жоқ болуы мүмкін. Мына жерде бірінші файл дегенге кіресіздер, соның ішінде open ашамыз. Өзіміз өзгертпекші болған файлды алып шығамыз. Не ашу. Қазір бір тыңдап шығайық мынаны. Музыка қосылған файл мынау. Қазір мен мынаны тазартам музыкасын. Индивидуальный счет. Жеке шот. Порядок договора. Музыка бар мыналардың арасында. Өте жүкені шаршатып жібереді. Музыкасын алып тастау керек маған. Не істеу керек енді? Мынау өте керемет программа. Қарасаңыздар, мына дыбыстардың бәрін үлкейтіп, кішірейтіп көруге болады. Мына жерде мысалы мынаның қай жерде музыка тұр, соны көрейік. Басында мына жерлерде музыка тұр. Басынан аяғына дейін тыңдап көрейік. Музыка бар ма жоқ па? Кәне. Музыка бар екен. Ал енді не істейміз? Зейір салып дұрыстап отырып қараңыздар, менің ағылшыншам да онша шіркінай емес, орысшам да шіркінай емес. Қытайшам енді тәуір. Дей тұрған мен ағылшын тілін басты тілі ретінде үйреніп жүрмін. Қателіктер кетіп жатса, айып етпеңіздер, ақырында үйреніп жатырмыз, бірге үйренеміз. Мына жерде efficacious деген бар. Соны басамыз. Бұның ішінде noise reduction деген бар. Осының ішінде capture noise print дегенді басамыз. Біріншісі міне. Бұл өзімізге осының ішінде тазартуға тиісті музыканы таңдап алдық деген сөз. Енді тіл тақтаның, перне тақтаның ең аяқ жағында Ctrl батырмасымен аны қосып басамыз. Бұл деген мына жердегі файлдар толық таңдау деген сөз. Осының арасында жаңа музыканы алып тастау деген бұйрық жасағалы отырмыз. Тағы да сол efficacious-дің ішіне кіреміз. Соның ішінен тағы noise reduction екінші батырманы талдаймыз. Noise reduction process дегенді басамыз. Мына жерде музыканы ажыратасың ба деген сол сияқты нелер шықты. Енді бұның ең астына төмен жағына қараңыздар, мына жерде apply деген бар. Соны басамыз. Тазарту жұмыстары жүріліп жатыр. Тазарғандай болды, көрейік кәне. Музыканы алып тастаған болу керек. Музыка жақсы тазара қоймапты. Тағы бір рет істейік. Мүмкін бір қателіктер кетіп қалды.
мына жерде тағы да сол жаңағы басқыш жерде noise reduction ішіне кіреміз, біріншісін талдаймыз. Біріншісін талдап, тағы да Ctrl A-ны басамыз. Тағы екінші тетікті басамыз. Міне. Енді apply-ды басайық. Кейде 2 рет істеуге тура келеді, бірақ өнімі жақсы. Осы жолы міне тазартты міне. Көрдіңіздер ме мына? Музыка тұрған жерде дүзу сызық болды. Дүзу сызықта, яғни музыкалар алынып тасталды деген сөз. Енді тыңдап көрейік. В банке. Банки. Банковская система. Бұны артын ала өзім дұрыстап аламын. Арасында аз қалған дыбыстар бар, оның бәрін мен тазартамын. Сіздер де үйреніп алыңыздар. Бұл YouTube канал ашқандарға, жаңағы аудио файлармен үнемі айналысатын кісілерге өте керекті программалардың бірі, және өте білуге тиісті білімдердің бірі. Бұны көп жағдайда мысалы ақылы істейді осыны. Қазақтар бар ғой, ұялмай ақыл жасайды бәрін. Мен тегін бөлісіп отырмын. Білген артықтық етпейді. Біліңіздер, және осыны көптеген WhatsApp топтарға салып, осы қазақ халқының IT саласында кеттей білімін жоғарылатуға кеттей сеп болса екен, орысшадан іздемей, ағылшыншадан іздемей, қазақша видеоларды біліп, көріп, өздері осы әрекетті пысықтап, үйреніп алса екен деген ниетпен салып отырмын. Әрдайым бізді қолдаңыздар, талант каналына жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, міндетті түрде бізді қолдап жеріңіздер. Келесі видеоларды сапалы түсіру, келесі тіпті де үлкен білімдерді бөлісуге біз жұмыс жасайтын боламыз. Аман сау болыңыздар.